9-ға көбейтудің оңай тәсілі. Ол үшін алақандарымызды ашып, екі қолымыздағы саусақтарды бүгу арқылы санаймыз, есептейміз. 9-ды 2-ге көбейтетін болсақ, сол қолымыздың екінші саусағын екінші көбейткішті бүгеміз. Бұдан кейін бүгілген саусаққа дейінгі ондық болады, бүгілгеннен кейінгі барлық қолымыздағы саусақтарды санаймыз. Ол кезде олар бірліктер болады. 9 2 18. Енді 9 үшін болса, онда үшінші саусақты бүгеміз. Бүгілгенге дейінгі саусақтар ондықтар, 2 ондық бар, ал бүгілгеннен кейінгі олай болса 9 үшін 27. Қытай, Жапон мектептеріндегі көбейтудің оңай тәсілі. Олар таяқшаларды сызу арқылы есептейді. Мысалы, 2-ні 3-ге көбейтетін болсақ, 2 көбейткішті көлденеңнен сызамыз, 3 көбейткішті тігінен тік сызық сызамыз. Енді байланысқан сызықтардың нүктемен қиылысқан тұсын белгілеп шығамыз. Енді қанша нүкте болды, көбейтіндінің мәні сонша болады. Яғни 2-ні 3-ге көбейткенде 6 нүкте шықты, көбейтіндінің мәні 6-ға тең.